Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз ол полимерлер. Полимерлер аты айтып тұрғандай поли деген сөз бастапқыда тұрған қосымшамыз. Ол бізге мағына береді, яғни біздің неміз өте көп деген мағынаны береді поли деген сөз. Поли деген, яғни өте көп деген мағына бізге беретін бұл заттарымыз молекулалық массасы өте үлкен, және бізде ол өте үлкен молекулалар бір-бірімен қосылады деген сөз. Мына суретті қарастырып жүретін болсақ, бізде бұл жерде полимерлердің мүмкін болатын құрылыстары берілген. Ең бірінші полимерлер бізде болуы мүмкін, жай ғана мынандай сызықты полимер болуы мүмкін. Яғни молекуламыз ешқайда кетпейді, ешқай жаққа таралмайды. Тек қана сол молекулалар бір-бірімен қосылып, моншақ тәріздес ұзын бір тізбекке орналастырады. Екіншісі, олар бүйтіп жарты жолда тармақталып кетуі мүмкін. Сәйкесінше мынау екінші біз құрылымымызды аламыз. Кейбір кезде, егер де байқаған болсаңдар, айналарында өте қатты полимерлер, қатты затқа ұқсас болады, металдарға ұқсас полимерлер болуы мүмкін. Олардың құрылымы мынау оң жағында орналасқан екі полимерге ұқсас болады. Үстіндегі сол бізде екі өлшемді, ал астында ол бізде үш өлшемді. Байқап отқандарыңызда бұл жерде бізде реттілік байқалады, реттілік сақталады. Сәйкесінше ол қасиеті бізде кәдімгідей бір металдардың қасиетімен теңеседі. Және кейбір жағдайларда мынандай да құрылымдар пайда болуы мүмкін. Бұл жерде нені түсіну керек? Мұнда тұрған әрбір мындай домалақтар ол бізге бір түйінді береді. Мына домалақтардың барлығы бізде бір түйінді береді. Осы түйін шексіз қайталана беріп отырғандықтан оны біз жаңағыдай полимер деп атаймыз. Және түсіну керек, мына домалақтар мен мына әрбір домалақтардың формулалары бірдей. Олар шексіз қайталана береді, біз оларды қысқаша жақшаға алып сыртына n деген санды қоямыз. N деген мағына бізде қазір келесі формулалардан қарастырамыз. N деген бізде осындай домалақтардан қанша тал бар екенін көрсетеді. Онда келесі формуламыз қарастырып жүрейік біз. Келесі суретімізде біз қарай аламыз мұнда полиэтиленімізді. Мынау бізде полиэтилен молекуласы. Сол жағында орналасқан ол бізде жай ғана этилен деген газымыз. Этиленнің газы ол бізде мұнайдан алынады. Және осы этилен деген газымызда байқап отырсақ, ортасында бізде қос байланысымыз бар. Осы полимерлену кезінде осы қос байланыс үзіледі да, ол қос байланыстар екі шетке былай қарайды. Содан кейін одан бізде екі шетке қараған кезде оның мына байланыстар пайда болады. Ортасында қос байланыс үзіліп, міне осы байланыстар пайда болады. Сәйкесінше ол байланыстар не үшін керек болады? Бұл байланыстар тағы да осындай мынандай қосылыспен, яғни этиленмен байланысуға қажет болады. Және мынау жақшаға алынып қойған затымыз, жаңа n дегеніміз. Жаңа алдыңғы суреттегі әрбір кішкентай домалақтар жерде осындай бір осы қайталанады деген сөз. Шексіз қайталағандықтан біз оған n деген сан береміз. n әрқашанда өзгеріп отырады, біз оны білмейміз қандай сан екен. Әр полимерге өзінің бір аралығы болады. Осылай біз полимерлерді аламыз, яғни ең негізгі мақсат бізде шарт полимер алу үшін бізде полимер мономерімізде ол бізде қос байланыс болу керек. Ажыратып алу керек бізде, мына оң жағында орналасқан ол бізде полимер, яғни поли дегеніміз өте көп деген сөзді білдіреді. Анау сол жағындағы бізде ол мономер деп аталынады. Сәйкесінше мономеріміз шексіз қайталана беріп, бізден аламыз полимерді. Полимер алу үшін бізге мономер шексіз бір-бірімен жалғасу керек та, бағанағындай бізде ұзын тізбектер алуымыз керекпіз. Мысалы, мынау бізде полиэтиленнің бір молекула, мынау этиленнің бір молекуласы. Сәйкесінше этилендер бір-бірімен қосылып, бізде полиэтилен алынады. Жаңағы сызбамызға қайтып келейік. Яғни қараңыз, жаңағы бізде полиэтилен болса, мына суреттегі әрбір домалақтарымыз ол бізде жаңа этиленнің бір молекуласы болып саналады. Сосын бізге қажет болатын тағы да бір полимеріміз өте көп қолданылатын. Ол бізде каучук болып саналады. Каучук ол кәдімгі біздегі ең көп таралған қолданылатын жері ол машина дөңгелектерінде, яғни резинада қолданылады. Мынау бізде каучуктың алу формуласы. Бұл реакциядан көре аламыз біз каучукта мынау
оң жағында орналасқанымыз ол бізде каучук уже полимерге айналып кеткен, ал сол жағында ол бізде изопрен деген зат. Осыдан біз яғни өзіміздің сол каучугымызды аламыз. Мына жерде формамыз қысқартылған, яғни мына жақта бір С бар, мына жерде тағы да бір С бар. Ол С-ларды қысқартып жіберген. Сонда бізде формуламыз CH2, мында бізде орналасады С, үстінде CH3, мына жақта орналасады бізде CH, потом CH2. Яғни жалпы көміртектер саны 5 болады. Бұл реакциядан байқап отырған болсаңдар, қараңдар, мына жерде берілген N, ол бізде мына жақта N деп тұр. Не деген сөз, бізде осындай изопреннен 100 молекула болатын болса, сол 100 молекула бізде мынандай бір-бірімен байланысып ұзын бір тізбек пайда болады. Ол бағана бірінші сызба нұсқамыздан байқасақ болады, солай қосылатыны. Мынау әрқашан N-іміз әрқашанда мына N-ға тең болады. Бұл бізде табиғи каучуктың алу реакциясы. Енді біз қарасып жүрек, қандай бізде есептер келуі мүмкін. Осы немізбен, полимерлерімізбен. Мысалға, айтарлық бізде есеп бар дейік. Есепте айтады. Полиэтиленнің молярлық массасы 7000-ға тең. Оның полимерлену дәрежесін анықтаңдар дейді. Яғни полиэтилен молярлық массасы 7000-ға тең дейді. Бізге анықтау керек полимерлену дәрежесі. Полимерлену дәрежесі деген ол бізде N. Яғни полимерлену дәрежесі бағанағы затты қарастыратын болсақ, онда қанша бізде молекула бір-бірімен бүйтіп былайша айтқанда қосылатынын көрсетеді. Яғни полимерлену дәрежесі 1000-ға тең болса, онда бағанағындай 1000 молекула бір-бірімен байланысып, ұзын бір макромолекуланы пайда болады, яғни полимер пайда болады деген сөз. Яғни осыны анықтап көрейік. Мен мынаны өшірем. Есімізде қалсын 7000 деген сан. Енді бізде полиэтилен. Полиэтилен формуласын жазайық қайттан. CH2 қос байланыс CH2. Полимерлену нәтижесінде ортасында қос байланыс үзіледі. Бізде CH2 CH2 деген затымыз пайда болады. Және осы затымыз шексіз қайталана беруі мүмкін. Бірақ бізде шексіз емес, өйткені молярлық массамыз 7000 депті. Бізде айтылған мына молекуламыздың массасы 7000 деп. Яғни осы шексіз бір-бірімен қосыла беріп, бізде 7000 деген сан алдық. Сәйкесінше бұл қанша, осындай молекула қаншасы қосылды деген анықтау үшін, біз жай ғана мынаның молекулалық массасын 7000-ді бөле саламыз осының молекулалық массасына. Кеттік бөліп көрейік. Енді полиэтиленіміздің қалсын. Яғни бізде 7000 деген санымыз бар. Біз оны бөлеміз. Көміртек 12, көміртек 12 24-ті береді. Мына 2 сутек жалпы 4 сутек, ол бізге береді 28 деген санды. Яғни бағана бірзе мынандай ең бірінші суретімізді көргенде, әрбір нүктеміз бізде CH2 топтар, этилен молекулалары болатын болса, сол әрбір осы домалақтың массасы 28 деген сөз. Осындай домалақтар бір-бірімен қосылып, бізде 7000 деген сан шықты. Яғни қанша домалақ осындай қосылды дегенге, яғни полимерлену дәрежесін анықтау үшін. Біз осы 7000-ді бөле саламыз 28-ге. Бөліп көрейік. Жетіміңді бөлеміз 28-ге. 250. Яғни бізде пайда болады 250 деген сан. Ол нені білдіреді? Яғни мынау этилен деген молекуланың 250 молекуласы бір-бірімен бетіп жиналып, бір ұзын мынандай бір молекула пайда болды. Соның молекулалық массасы 7000-ға тең деген сөз. Сонда бізде мынандай этилен молекулалар бірге бетіп қосылып, олар мынандай бір ұзын бір молекула пайда болады, және осы молекуланың жалпы массасы 7000-ға тең. Оның ішіндегі этилен молекуласының қайталану саны 250-ге тең дегенді білдіреді. Егер сұрақтарың болса, WhatsApp-қа немесе Instagram-дағы дайректқа жазыңдар.
рахмет.